Нарықтағы 90% погрузчиктер арзан заводта жасалады, достар. Қазір сіздерге арзан погрузчик пен сапалы погрузчиктің айырмашылығын көрсететін боламын. Жүріңіздер. Осы жерге назар аударамыз, достар. Мына сваркасына қараңыздар, иә. Біздің заводтікі, міне, қалмай ровно мынаның барлығын. И міне, мынаны мен өзім базарға барып, осы Алматыда сатылып жатқан погрузчиктерді түсірдім. Енді мынаның әдемі емесі ол бір бөлек, иә. Келесін былай айтам, ондай арзан заводтарда, цехтарда адамдар өздері сваркілейді. Бізде мынаның барлығы автоматты түрде жасалады, роботтар сваркілейді. Адам сваркілегенде ол базар жоқ 10-ын дұрыс жасау мүмкін, 20-сын дұрыс жасау мүмкін, бірақ біреуінде әйтеуір қате кетеді. Мынаның іші пустой болып қалуы мүмкін да, егер пустой болып кететін болса, трещиналар болуы мүмкін. Кейін, міне, двигательді көрсетейін, достар. Бізде тек қана юней оригинальный. Осындай погрузчиктерде немесе юней, немесе ючай түрі мүмкін. Екеуі де жақсы сапалы. Оның вин кодын мынанда қарап тексере аласыздар, одан кейін үстіне қарап тексере аласыздар, бүкіл кодтары дұрыс. Одан кейін арзан погрузчиктерде, мысалға, мына жерде сапасыз жалғаныштар болады. Мысалға, мына жерде армированный, тат баспайтын темір тұр. Одан кейін мына жерлеріне назар аударыңыздар. Жай ғана сым емес, сымның өзін үстінен бөлек қоршаған. Осы жерлерде немесе міне мына жерлерде де соған назар аударыңыздар. Кейін міне мынау шлангтарында да айырмашылық болады. Бізде мыналар армированный, нержавеющий стальдан. И келесі теміріне назар аударамыз. Бұл темірінде де айырмашылық бар. Тығыздығында және де сапасында. Міне мысалға мына жерге қараңыздар. Міне мынау жер, мына екі жер әрдайым жұмыс істегенде бір-бірімен соқтығысады. Қарасаңыздар, бізде тек қана краскасы кеткен. Егер де темір сапасы болса, мынау ішіне қарай майыса береді, достар. Осы формат сіздерге қызықты болса, плюс басып кетіңіздер. Осы форматты жалғастырамыз. Көбірек айырмашылықтарын айтатын боламыз. Ал енді алдарыңызда біздің 932 модель соңғы қалды, достар. Бізде жаңа партия келе жатыр, соған орай бұған скидка жүріп жатыр. Қазір бізде қызықты болса, төменде менеджер номерін қалдырамыз. Бізге хабарласыңыздар.